Құрметті Қасым-Жомарт Тоқаев президент мырза, сізге мен күлді Қазақстан әйелдерінің атынан айтатын датым бар. Тыңдаңыз. Халықты ашындырмаңыз. Мына қол астыңда отырған өңшей қарны қампиған парламенттің адамдарының шығарған заңдарына ялмастан, оқымастан қол қойдың ба сен? Соны ойларсан қайтеді қарағалықтың қамын. Не деген налог мынау? Үйіңді сатсаң налог төле, малыңды сатсаң налог төле, машинеңді оталдырсаң налог төле. Енді ешқандай жейтін іштеңкелерің болмағаннан кейін енді қара халықты тонайын дедіңдер ма? 37 жылы, 36-37 жылы Сталиннің уағында бір ешкісін сауып отырған ешкісіне шейін тонап алып кетіп еді, тартып алып кетіп еді. Сол заманға келатырсыңдар ма? Не қып отыр ана қарны қампиған парламенттегілер осы заңды қалай алмай шығарды? Бір кило картошканың килосы 500 теңге болды қазір. Қаяққа қарап отырсыңдар? Сауда деген кетті, шек жоқ, қымбатшылық кетті. Тұрақтандыру деген болмай ма? Баяғыда прескурант деген болған, магазинде вермишельдің килосы мынандай, қанттың килосы мынандай. Сендер онақ нәрсені арзандатыңдаршы, онақ нәрсені тұрақтандырыңдаршы. Май, қант, шай, вермишель, күріш, сабын, порошок